1973 жылдың 23 қазаны Қостанай облысы. Күн мен желдің әсерінен айдың бетіндей болып күйген далаға алғашқы қырау түсе бастаған. Ауа райы қара суықтан және жанжалдан дірілдеттір. Аудан орталығынан 150 шақырым қашықтықтағы Қазақ мал шаруашылығы және тың игеру ғылыми зерттеу институтының шалғайдағы далалық қосынның қақпасына салтанатты керуен келіп жетті. Қоңыздай жылтырғара Волга жоғары партиялық биліктің символы және терезелері торланған екі шаң басқан милиция бобигі. Волгадан жаңадан тағайындалған аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Жолдас Нефедов шықты. Ол жасы 40-тардағы жас, мінсіз, драп пальто киген, басында қалпағы бар. Астаналық мәнсап құмарларға тән сұсты, кегіс жүзді адам. Оны өнімдік көрсеткіштерді көтеру және идеологиялық тәртіп орнату үшін осы шет аймаққа жер аударған. Ол балшық жұққан етігіне жиіркене қарап, көзілдірігін түзетті, милиционерлерге қолмен белгі берді. Оны ұстандар, әйелдерді автобусқа, балаларды жеке көліктерге отырғызыңдар. Қарсылық көрсетілсе, аспанға оқ атыңдар, деді. Топтың алдын бараққа ұқсас үлкен үйдің баспалдағына үй иесі Ермек Тәсімов шықты. Жасы 50-де болса да, ол граниттен қашалған көне тас тұғырдай көрінді. Кең жауырынды, жемішке көздерінде ғасырлық даналық пен дала қасқырының қатыгездігі қатып қалғандай. Үстінде қарапайым қойшының шапаны, басында түлкі тымақ. Ол аяғын алшаң басып үнсіз тұрды. Жақындап келе жатқан билік адамдарына қорқынышпен емес, жалықпырған шыбындарға қарағандай бір самарқау жиіркенішпен қарады. Бірақ ол жалғыз емес еді. Бір секундтан кейін оның артындағы ауыр емен есік сықырлап ашылды, және баспалдаққа 4 әйел шықты. Сол жақ шетке Татьяна тұрды. Ұзын бойлы, ақ шашы бар орыс әйелі. Кезінде зиялы, нәзік, ленинградтық болған жүзі қазір дала жерінен қақталып әжін торлаған. Бірақ көздері суық болаттай от шашып тұрды. Қолында 2 ұңғылы мылтық. Мылтықтың дүмі иығына сенімді тірелген. Оң жақта сырылған серіппеге ұқсас арық сімірлі неміс әйелі Инга тұрды. Ауыр жұмысқа үйренген қолдары тырманы буындары ағарып кеткенше қысып тұр. Оның жанында мақталы күртеше киген, шынайы отан анаға ұқсайтын ірі күшті Украина әйелі Галина тұрды. Оның қолында бір соққымен отынды қақ бөлетін балта бар. Ал сәл алға, ермекті қалқалап көмірдей қара көзді, кішкентай ширақ қазақ әйелі Айгүл тұрды. Ол ішіне қорғасын өрілген, ұшында гайкасы бар қамшы ұстап тұрды. Олардың артында, керезелер мен есік ойықтарында, сарайдың шатырында тірі қабырға пайда болды. 19 бала. 15 жасар жасөспірімдерден бастап, 3 жасар сәбилерге дейін. Олар үнсіз тұрды. Ешкім жыламады, ешкім айқайламады. Ересек жігіттер қолдарына арматура мен күрек саптарын ұстаған. Кішілері аналарының аяғына жабысып, келгендерге бөлтіріктей бөтенси қарады. Бұл жай ғана отбасы емес, бұл әскер еді. Өз көшбасшысы үшін өлуге дайын шағын бір тұтас мемлекет. Нефедов тас болып қалды. Ол қамауда күн қысап отырған, азат еткен үшін ризашылық білдіріп аяғына жығылатын әйелдерді көремін деп ойлады. Ол ақталу сөздерін сыбырлайтын, қорқып кеткен феодалды көремін деп күткен. Бірақ ол алпауыт күшті көрді. Онда партиялық функционердің ешқашан болмаған күшін көрді. Ермек Тәсімов, деді Нефедов, даусын дірілдетіп алмайын деп тырысып айқайлап. Заң атынан сіз көп әйел алу, азғындық, антисоветтік әрекет және социалистік меншікті жымқыру айыптармен сотталасыз. Беріліңіз. Ермек тіптен қозғалмады. Ол қалтасынан баяу қынапты шығарып, оралған темексін түріп, сіріңке жағып, желден отты алақанмен қорғай тұрып, темексін тұтатты. Волга жаққа қарай түтін жіберіп, ақырын, бірақ милиционерлер де, хатшы да, бала да естейтіндей етіп. Бұл жерде совет өкіметі жоқ бастық. Бұл менің жерім, менің үйім, менің отбасым. Оларды алғың келе ме? Көріп бақ. Бірақ біл, біз тірдей берілмейміз. Мені өлтірсең, олар сені талақ тастайды. Оларды өлтірсең, мен сені жердің астынан да тауып алам, деді. 20 ғасырдың ортасында ғарышқа ұшқан жеңімпаз социализм елінде мұндай орта ғасырлық қандық қалай пайда болғанын және партия оған 15 жыл бойы неліктен төзімділік танытқанын түсіну үшін біз 58 жылдың көктеміне тың игеру деп аталатын сол тозаққа оралуымыз керек. Тынды бер деген ұрандар әр тұтыстан естіліп, ал шындық романтиктерді мұзды желмен, тізеден келетін батпақпен және үмітсіздікпен қарсы алған кез еді. Бұл оқиға дәл сол батпақпен суықта басталды. Бұл азғындық емес,
аман қалу туралы оқиға. Бұл бір ер адамның 4 әйел үшін құдайдай болып кеткен туралы оқиға. Өйткені қалған еркектердің бәрі адамдық танытуға тым әлсіз болып шықты. 1959 жыл, наурыз. Ұшы қиыры жоқ Қостанай даласы. Түк жоқ есіл дала, өлі мұзды. Мұндағы жел аяқтан шалып құлатады. Кез келген киімнің астынан жылуды үрлеп шығарады. Өнменімен өтіп, бойымды қалтыратады. Тобыл станциясына эшелондар, жастарға лық толы жылы вагондар келіп жатыр. Комсомолдар, еріктілер, дені Мәскеуден келген студенттер, Ленинградтан келген жұмысшылар, Украинадан келген қыздар. Олар ән айтып, гитарамен, көздері от болып жанған күйі келді. Оларға романтика, ерлік, жәмі қалабақтар уәде етілген. Олар өздерінің қаһарман болатынына сенімдеді. Бірақ эшелон құлазыған даланың ортасына тоқтап, вагон есіктері ашылғанда, ән мен күй күрт тоқтады. Оларды қардың үстіне түсірді. Барақта, шатырда, далалық асханада жоқ. Тек қатып қалған жерге қағылған қазықтар мен тақтайшаларда номер 34 совхоз, номер 5 бригада деген жазу. Тыныштық. Бұрын бұл жерде тек көшпенділер мен қасқырларды ғана көрген даланың қорқынышты, сыңғырлаған тыныштығы. Басшылық эшелонды түсіріп, ұйымдастырушылық мәселелерді шешу үшін аудан орталығына газиктермен кетіп, ертең тракторлармен азық-түлік жібереміз деп уәде берді. Бірақ даладағы ертең деген ұғым созылмалы нәрсе. Абыржыған, тоңып қалған қалалық балалардың арасында Ермек Тәсимов тұрды. Ол 1000 жыл бойы осы далада өмір сүргендердің ұрпағы, жергілікті қойшы болатын. Жасы 35-те. Ол соғысты бастан өткерді, барлаушы болды, Берлинді алды. Еліне оралып босану кезінде қайтыс болған әйелін жерлеп, қой бағу үшін далаға кеткен. Ол бұл жердің қыр-сырын жақсы білетін. Және осы комсомолдарға аянышпен және үреймен қарады. Ол түнде боран соқса, олардың жартысы оянбайтынын білді. Өйткені Ермек желдің сыбдырынан-ақ үлкен боран келе жаққанын сезді. Олар қалалық жұқа пальто, жұқа табанды бәтеңке киген. Бұлар құрғақ қияқтан от жағуды білмейді, жеркепе қазузыды тіптен білмейді. Олар өлімге бет алған жандар еді. Кешкісін шынымен де боран басталды. Температура -20-ға дейін төмендеді. Комсомолдар жылынуға тырысып, бірігіп бір-біріне жабысты. Дүрбелен басталды. Біреу жылады, біреу айқайлады. Біреулер станцияға қарай қашуға тырысты, бірақ қар иінісінен сұлап жүре алмады. Сол кезде Ермек суырылып алға шықты. Ол снаряд жәшігін өртеуге тырысқан жігіттер тобына жақындады. Сірә, оларды өздерімен бірге әкелген болу керек. «Тоқта!» деп ақырып жіберді ол. Оның дауысы әскери, майдандағы бұйрық сияқты еді. Жігіттер қалт-тұйық қалды. «Онда сендер не жанасыңдар, не үсіп өлесіңдер. Менің бұйрығымды тыңдаңдар. Әйелдер шеңбердің ортасына, еркектер оның сыртында желге арқаларында тосып тұрыңдар. Күрек бар ма? Керен шұңқырлар қазамыз. Қар ең жақсы жылытқыш. Кім қарсылық көрсетіп бұлданады, тұрған жерінде атып бастаймын». Ол әзілдеген жоқ. Белінде соғыстан кейін тапсырмаған олжалы Вальтер тапаншасы ілулі тұрды. Сол түні ол бәрін құтқарды. Оларды жұмыс істеуге, қардан ін қазуға, отты дұрыс, үнендеп жағуға мәжбүр етті. Ол өзінің тонын қатты тоңып тұрған қызға берді. Ермек жастарды аралап жүріп, ұйықтап бара жатқандарды тепкілеп, айқайлап, боқтап, шапалақпен ұрды. Ол қатыгез болды, бірақ не істеу керектігін білетін жалғыз адам да сол еді. Таңертең боран тоқтады. Адам шығыны болған жоқ. Тек құлақтары мен мұрындары үсігендер болды. Күн шығып, комсомолдар тірі қалғандарын түсінген кезде, олар Ермекке басқа көзбен қарай бастады. Басында біреулер оны надан деп сыбырлап айтқанмен, іс жүзінде ол олардың құтқарушысы мессиядай болды. Оны бригадир етіп тағайындады. Ресми емес, партия басшылары әлі оралмаған, бірақ іс жүзінде адамдар оны өздері таңдады. Оны Ермек аға деп атай бастады. Тіпті жасы немесе білімі одан жоғары адамдарда. Кейін тракторлар келгенде, Ермек оларда тым жерді қалай жырту керегін үйретті. Саман үйлер салуды, су табуды үйретті. Ол қатал көшбасшы болды. Ішімдікті дереу тоқтатты. Бірден беттен салып қалатын. Ұрлық үшін бағанаға арқанмен байлақ қоюы мүмкін еді, бірақ ол әділ болды. Және ол нәтижесін берді. Оның бригадасы бірінші болып үйлердің көшесін салды. Бірінші болып жер жыртты. Бірінші болып өнім жинады. Бірақ осы ерлікке толы еңбектің көлеңкелі жағы да болды.
Тыңға тек романтиктер ғана келген жоқ. Амнистиямен түзелуге келген қылмыскерлер де болды. Арзан ақша табу үшін келген марадерлер. Алименттен қашып келген сәтсіздікке ұшырағандар бар. Міне, осы арамзалар совхоздарға сіңе бастады. Ермектің бригадасында да осындайлар пайда болды. Құрылысқа тіркелген үш қылмыскер. Олар өзгелерден оқшау жүрді, жұмысты жартылай істеді. Түнде арақ ішіп, қыздарға тиісті. Ермек оларға уақытша шыдады. Өйткені жұмыс қолы жетіспеді. Бірақ ол ескертті. Менің адамдарыма тиіссеңдер, өлтірем деді. Олар мысқылдай қарап. Сен кімсің, қойшы? Біз түрме көргеміз. Біз сен сияқтыларды пышаққа ілгеміз деді. Түбі жанжал пісіп жетілді. Және оның бірінші құрбаны Таня болды. Татьяна Ларина, Ленинградтық, 22 жаста, филология факультетінің студенті. Чемоданында ақын блоктың жинағы бар Тургеневтік қыз. Ол жүрек қалауымен тыңға барған. Жас қыз жаңа мектепте балаларды оқытамын, айдың жарығында өлең оқимын деп ойлады. Ал ол тозаққа тап болды. Батпақ, айнала боқтық сөз, бит, дәнді тәулігіне 12 сағат бойы күрекпен аударатын ауыр дене еңбегі. Ол тез сынды. Оның нәзік жан дүниесі шындықпен бетпе-бет келуге шыдай алмады. Түнде жылайтын. Арықтағаны сонша, қушыған елес сияқты болып қалған. Ол жұрттан оқшауланып, жексұрынға айналды. Жергілікті қарапайым әйелдер оны мазақ етті. Қолынан іс келмейтін, бит деген оқымысты, деп сынады. Жігіттер айналып өтті. Тым күрделі, тым мақтаншақ деді. Міне осы Таняға қылмыскерлердің бастығы, алтын тісті, саусақтарында татуировкасы бар Пахан көз салды. Ол оны бұрыштан тосып алып, қабырғаға қыстырды. Не болды ару? Жалтақтауды қой. Жақсылықпен кел, әйтпесе жаман болады деді. Таня айқайлады, бірақ шулы құрылыста кім естиді? Пахан оның аузын кір алақанымен жауып, қараңғы, әлі бітпеген сарайға сүйреп әкетті. Таня, осымен бәрі бітті деп ойлады. Ол көзін жұмып, өлуге дайындалды. Бірақ оған өлуге мүмкіндік бермеді. Қараңғылықты айқай емес, дүрс еткен соққы дыбысы бөлді. Жұдырық кірі тәнге тигенде шығатын дыбыс. Таняны сарайға сүйреп кіргізе берген Пахан кенеттен босаңсып, қабырға бойымен қап сияқты сырғып түсті. Оның артында Ермек тұрды. Қолында күректің сабын мықтап ұстап алған. Ол айқайлаған жоқ, қарғаған жоқ. Ол қырылдаған дауыспен қатты дем алып тұрды. Тап бір ентікен ат сияқты. Оның көздері қараңғыда жыртқыш, қасқыр отындай жанып тұрды. Паханның қарауылда тұрған екі серігі тіпті қимылдап үлгермеді. Ермек басшының денесін аттап өтіп, Таняға жақындады. Ол жерге сырғып түсіп, жаңа соққыны күтіп, басын қолмен жапты. Қыздың қорқыныштан дірілдегені сонша, тістері бір-біріне сақылдап тұрды. Ермек тонын шешіп, оның иығына жапты. Тұр, деді ол. Дауысы сабырлы, тіпті жайбарақат еді. Бейне бір ол адамды құлатқандан да емес, ұн салынған қапты орнынан ауыстырғандай. Ол оны өзіне алып келді. Ермек ортақ барақта емес, Наурызда өзі қазған шеткері жеркебеде тұратын. Ол тар, бірақ таза еді. Жусан мен қой терісінің иісі шығатын. Керосин шамы жанып тұрды. Бұрышта киізбен жабылған сәкі тұр. Ортада буржуйка темір пеш. Отыр, деп сәкіні нұсқады. Таня оның кемегімен тердің иісі шыққан үлкен тонына оранып отырды. Ол әлі есін жия алмады. Оның бұрынғы әлемі осымен біткендей. Блоктың өлеңдері, Ленинград көпірлері және анасының бәліштері барлық әлем. Кек осы жер астындағы кепе, ауыр жыдықтары бар, қауіптің иісі аңқыған бұл қорқынышты азиатпен жеке қалды. Ермек қара күйеге батқан шәйнектен оған шай құйып берді. Эш, жылынасын. Ол шынаяқты дірілдеген қолдармен алды. Тістері шынаяқтың ернеуіне соғылып тұрды. Сен енді ол жақта тұрмайсың, деді Ермек пештегі отқа қарап. Барақта сені жек қояды. Не әлгі ұрлар есін жиғанда, не өз комсомолдарымыз қодалап жібереді. Сен әлсізсің. Далаға лайық емессің. Таня жыламсырады. Менің баратын жерім жоқ. Төлқұжатым комендантта. Ақшам да жоқ. Ермек үнсіз қалды. Осы жерде тұр. Менің орным тар, бірақ жылы. Сені мұнда ешкімде мазаламайды. Бұл үйренуге ұсыныс емес еді. Тіпті бірге тұруға ұсыныс та емес. Бұл баспана ұсынысы болды. Жануар жараланғанда жатып тынығу үшін інді сұнғандай. Таня оған қарады. Оның жүзінде нәпсі құмарлық жоқ еді. Кек шаршау бар және үлкен жауапкершілік, яғни күштінің әлсізге деген жауап. Әрине, совхоздағылар бұл туралы білді. Сыбыстар басталды. Анау Ленинградтық қырсық қыз
Қазақтың астына түсіпті. Бригадеріміз өзіне күм ұстап алған ғой. Комсомол жиналысы тіпті Татьяна Ларинаның жекесін қарауға ниеттенді. Моральдық азғындау, совет қызы үшін ұят. Бірақ Ермек жиналысқа келді. Ол есік алдында тұрды. Ауыр, қабағы түсіңкі. Және ол менің әйелім. Кім қисық сөз айтса, басын жұлып аламын. Сұрақтарың бар ма деді. Сұрақтар болған жоқ. Ермек жоспарды 100%-ға орындап жатты. Оның бригадасы аудандағы ең үздік болды. Партком көз жұмыға шешім қабылдады. Жұмыс істесе болды, өмір сүре берсін. Осылайша Таня бірінші мәртебелі басты әйел болды. Ол шаруашылықты жүргізді, бригададағы есепті жүргізді. Ермек оны табелшетті. Ол жергілікті балаларды сауаттандырды. Ол бойын тіктеп, айналасына үйрене бастады. Дала оны қабылдады. Бірақ өмір бір орында тұрмайды. 59 жылдың қысы жаңа сынақтармен жаңа әйелді әкелді. Желтоқсанда совхозға арнайы қоныс аударушылар тобы Поволжье немістері жіберілді. Олар 1941 жылы депортацияланып, Сібір мен Қазақстанға тарбай шашылған еді. Енді жылымық кезінде оларға бақылаумен қозғалуға рұқсат берілді. Немістерді жүк көліктермен әкеліп, кеңсе алдына түсірді. Жүздерінде көңілсіздік, қолдарында заттарын түйіншектеп алған, қорқып тұрған балалар. Олардың арасында Инга болды. Инга Шмидт, 25 жаста, жесір. Күйеуі еңбек армиясында қайтыс болған. Ол жалғыз, қолында кішкентай түйіншегі бар, ұзын бойлы, арық, өткір иекті және мөлдір көгілдір көзді әйел. Немістерді ең шеткі, ең суық бараққа орналастырды. Оларға деген қарым-қатынас бір сөзбен айтқанда күдіктеді. Фашистер. Соғыс аяқталғанына 14 жыл өтсе де, өшпенділік әлі сақталып тұрды. Оларға ең лас жұмыстарды берді. Қора тазалау, тезек тасу. Оларды клубқа кіргізбеді. Бір аптадан кейін Инга ауырып қалды. Киф ауруы. Барақта антисанитария, бит көп. Ол есінен танып қызуы көтеріліп жатты. Фельдшер оған барудан бас тартты. Фашистке дәріні ысырап етудің қажеті жоқ, өзі өледі. Барақтағы көршілерде қорқып, жұқтырып алудан қауіптеніп, оған жақындауға қорықты. Ол баяу әрі азаппен өліп бара жатты. Ермек мұны кездейсоқ білді. Барақ жанынан өтіп бара жатып, ыңырсыған дауысты естіді, ішке кірді. Әйелді көрді. Оның денесі түршігіп кетті. Ол фашистерді жек көрді. Оларды майданда өлтірген. Бірақ оның алдында жау емес, өліп бара жатқан әйел жатты. Және оның көздерінде бір жыл бұрынғы Таняның көздеріндегідей өмір сүруге деген жалбарынуды көрді. Ол түк болмағандай өтіп кете алмады. Бұл оның намыс кодексіне, дала заңына қайшы еді. Жығылғанды теппе, әлсізге көмектес. Ол Инганы тонына орап, өзінің жеркепесіне алып кетті. Таня оларды есік алдында қарсы алды. Ол Ермектің кімді көтеріп әкелгенін көріп, жүзі боп-боз болып кетті. Сен есіңнен ауысқансың ба? Бұл тиф жұқтырған неміс әйелі ғой. Ол бәрімізге жұқтырады. Лақтырып таста оны. Таняның блокада кезінде барлық туыстары қаза тапқан еді. Сол үшін ол немістерді жек көретін. Ол айқайлады, жылады. Ермектің кеудесін жұдырығымен ұрды. Кіргізбеймін, фашисті үйіме кіргізбеймін. Ермек оның ашуын үнсіз көтерді. Ол Инганы пештің жанындағы еденге жатқызып, Таняға бұрылып. Ол адам, ол өліп барады. Егер біз оны қуып жіберсек, фашистерден қай жеріміз артық? Сен Ленинградтықсың, Таня. Өлім дегеннің не екенін түсінуің керек. Маған көмектес, немесе кет, деді. Таня қалттырып қалды. Ол Ингаға, оның жімішкерген мұрнына, көгерген еріндеріне қарады. Сонда барып оның ішінде бірдеңе үзілгендей болды. Жек көрушілік орнын аянышқа берді. Дәрігерлік парызға. Оның анасы дәрігер болғандықтан, ол медицинадан аздап хабар бар еді. Олар Инганы бір ай бойы бақты. Ермек дәрі-дәрмек тауып, жүргізушілермен араққа тапшы антибиотиктерді айырбастады. Таня төсек қасында отырып, компресстерін ауыстырды. Қасықпен сорпа берді. Инга аман қалды. Ол шидей арық, әлсіз болғанмен тірі еді. Ал ол алғаш рет есін жиып көзін ашқанда, Ермекті көрді де, сол сәтте оған ғашық болды. Ол үшін Ермек құдай, фюрер. Бұл сөздің жақсы мағынасында көшбасшы, құтқарушы болды. Ол оның аяғын жуып, сол суды ішуге де дайын еді. Таня мұны көрді. Әйел жүрегін алдау мүмкін емес. Алдымен ол қызғанды, ашуланды, бірақ кейін үйренді.
Инга тамаша үй шаруашылығын жүргізді. Ол жеркепені мінсіз тазалыққа дейін жуып шайып тастады. Азын аулақ азықтан аспаздық шедеврлер жасады. Ол шоқтарды тіпті тігісі білінбейтіндей етіп жамады. Ол барлық тұрмысты өз мойнына алып, Таняны зияткерлік жұмысқа босатты. Есеп, табелдер. Олар ықпал ету аясын бөлісті. Таня ақыл, Инга қол, Ермек жан. Осылайша алғашқы үшбұрыш қалыптасты. Совет адамы үшін оғаш, табиғи емес, бірақ далада аман қалу жағдайында таңғажайып үйлесінді. Инга екінші әйел болды. Кіші, бағынышты, үнсіз, бірақ шексіз адал. Және қайтадан қауесеттер тарады. Қарандарша, қазақ деген мүлде басынып кетіпті. Гарем құрып, орысты да, немканы да өзіне қаратты. Партком Ермекті қайтадан шақырды. Жолдас Тасимов, бұл енді тым асып кетті. Екі әйел алу. Қылмыстық бап. Ермек үстелге Инганың каллиграфиялық қолжазбамен жазылған өтінішін қойды. Мен, Инга Шмидт, Азамат Тасимовпен үй қызметшісі ретінде тұрамын. Шағымым жоқ. Жалақыны натуралды түрде азық-түлікпен аламын. Іс жүзінде мұнда айтарлықтай ерсі ештеңе жоқ еді. Тың жерінде тіркеу институты нашар жұмыс істеді. Бір үйде ондаған адам тұруы мүмкін. Үй қызметшісі деген сайып келгенде заңды. Ал түнде не болып жатқанын ешкім шам ұстап тексеріп тұрған жоқ. Ал Ермек жоспарды орындауды жалғастырды. Енді 120% жеткізді. Оның бригадасы даңқымен дүркіреп тұрды. Және билік қайтадан көз жұма қарады. Әуреге салма, бұл да кетеді. Қолда жұмыс болса, тіпті қол тұрауынмен тұрса да тұрсын. 1960 жыл. Күз. Егін жинау уақыты. Дала комбайндар мен жүк көліктерінің гүрілінен дірілдеп тұрды. Шаң көкке дейін көтеріліп, баған болып тұр. Астық алтын өзендей ағыз жатты. Совхозда механизаторларға арналған үлкен асхана ашылды. Тамақ молынан берілді. Борщ, гуляш, бәліштер. Онда Полтава түбінен келген Галя аспазшы болып жұмысқа орналасты. Бетінен қан тамған, беліне дейін бұрмы бар. Омырауы 4-ші өлшемді, көздері шиедей қыз. Көңілді, ширақ. Ол кезексіз кіргендерді сөзбен де, шөмішпен де ұрып жіберуі мүмкін еді. Еркектер оның айналасында үйіріліп жүрді. Бірақ Галя қол жетпес еді, ханзадасын күтті. Және өзінің сорына жетті де. Совхозға тәжірибеден өтуге Мәскеуден агроном студент Витя келді. Нәзік, сымбатты, көзілдірікті, гитарасы бар. Окуджаваның әндерін айтты. Театрлар мен көрмелер туралы әңгімеледі. Галя оған қарап ыдысқа салған майда еріп кетті. Ол оған ең жақсы тағамдарды берді, жейделерін жуды. Аузын ашып оның биік материялар туралы әңгімелерін тыңдады. Және әрине, өзінің шағын бөлмесіне кіргізді. Махаббат қызу болғанмен қысқа болды. Тәжірибе қыркүйекте аяқталды. Витя шабадан жинап, Галяны бетінен сүйді де, «Хат жазып тұр боташым, мен міндетті түрде келемін» деді. Және мәңгілікке кетті. Бір айдан кейін Галя аяғы ауыр екенін түсінді. 1960 жылы ауылда күйеусіз босану ұят. Бетке таңба. Жаманатты болды. Етегінен келді деп Галяны қудалай бастады. Әйелдер. Жеңгетай кеп мысқылдаса, еркектер. Қалай Галюша, енді бізбен де бір бол. Бастаған екенсің, деп мырс-мырс күлді. Асхана директоры ескі партияшы оны шақырып алды. Жұмыстан шық. Бізге тағам тарату бөлімінде моральсіз элементтер қажет емес. Сен қоғамдық тамақтанудың абыройын түсірдің деп сөкті. Галияны жатақханадан қуып жіберді. Оның барар жер жоқ еді. Қазан айы, суық, жел. Полтаваға аяғы ауыр күйде қайтса, әкесі өлтіреді. Мұнда қалу, шөк қорада өмір сүрумен тең. Галия киім-кешек түйіншегімен асхананың баспалдағында отырып жылап отырды. Өмірден түмілген. Асылып өлу күнә. Балаға жан ашты. Дәл сол кезде Ермек өзінің газігімен келіп тоқтады. Бұл кезде ол беделді адам. Озат бригаданың бригадирі болған, оған көлік берілген. Ол шығып темекісін тұтатып, Галияға қарады. Ол бәрін білетін. Ауылда ештеңе жасырып қалу мүмкін емес. Неге жылайсың, қыз? Галия көзі жасаураған жүзін көтерді. Саған не керек, бай? Әйелдеріңе бар. Ермек күлімсіреді. Менің әйелдерім тоқ, киімі бүтін. Ал сен қазір абыржып отырсың. Жүр. Қайда? Маған. Орын жетеді. Жұмыс қолдары қажет. Шаруашылық өсіп жатыр. Малды ешкім асырайтын емес. Таня қағазбен, Инга үй шаруасымен, ал қой ешкіге қарайтын адам жоқ.
Малшы болып барасың ба? Галя оған қарады. Оның көздерінде аяушылық жоқ еді. Іскерлік қабілет бар еді. Оған жұмысшылар қажет болды. Бірақ тағы басқа бір нәрсе бар еді. Сенімділік. Жақпар тас сияқты. Мұндай еркектің артында бүкіл әлемнен жасырынуға болады. Ал, бала ше? Ермек иығын қиқан еткізді. Табасын ба? Өсіреміз. Менің үйім сенің үйің. Менің үйімдегі бала менің балам. Кім ренжітсе, жермен жексен етемін. Галя тұрып көз жасын сүртіп, түйіншегін алды да газикке отырды. Осылайша гаремде үшінші әйел Галя пайда болды. Таня мен Инга жаңа қызметкерді күдікпен қарсы алды, бірақ Ермек бірден нүктесін қойды. Галя малға және ас үйге жауап береді. Ол екеуінен де жақсы тамақ пісіреді. Бұл шындық еді. Галяның украин борщы нағыз шедевр болатын. Оның аяғы ауыр. Ренжітуге болмайды. Көмектесу керек. Әйелдер қарап күбірледі, бірақ қабылдады. Галя арам пиғылы жоқ, еңбекқор және көңілді әйел болып шықты. Ол сол кезде үлкен саман иге айналған, жеркепенің қатал тұрмысына шу, күлкі және әндер әкелді. Ол сиыр сауғанда украин әндерін айтатын. Инганы қырыққабат тұздауға, ал Таняны варениктер пісіруге үйретті. Галя 61 жылдың ақпанында босанды. Босану ауыр болды. Фельдшер жоқ. Жолдарды қар басқан. Босандырған Таня мен Инга. Ермек су қайнатты, отын тасыды. Ол дүниеге келгенде дені сау, даусы зор. Ермек оны қолына алып қарады. Батыр. Орыс жігіттің құрметіне Иван деп атаймыз. Ол баланы өз тегіне жазды. Тәсимов Иван Ермекұлы. Ахажда ешкім ауыз ашқан жоқ. Ермек Тәсимов еңбек қызыл ту орденінің кавалері. Тың игеру батыры ретінде айтулы тұлғаға айналған еді. Оған бәрін кешірді. Осылайша отбасының негізгі дегі қалыптасты. Таня — ми, Инга — тәртіп, Галя — жайлық пен тоқтық, Ермек — қорғаныс және отбасы тірегі. Бірақ соңғы элемент жетіспеді. Ол салт дәстүр еді. 61 жылы Ермекке алыс ауылдан туыстары, ақсақалдар келді. Олар маңызды әңгімемен келіп, киіз үстінде отырып шай ішті. Интернационал гаремге қарап бастарын шайқады. Ермек, балан, ұлым, деді үлкені Аслан аға. Сен үлкен адам болдың, сыйлысың, бірақ сен тамырыңды ұмыттың. Сенде 3 әйел, бірақ бірде-бір қазақ қызы жоқ. Бұл дұрыс емес. Ру тазалығы жалғасуы керек. Қан араласпауы тиіс. Адамдар не айтады? Ермек Тәсимов ата-бабасын ұмытты дей ме? Ермектің қабағы түсіп кетті. Ол үлкендерді құрметтеді. Бұл оның қанында бар еді. Бірақ ол өз әйелдерін жақсы көрді және ештеңені өзгерткісі келмеді. Аға, заман басқа. Менің отбасым, балаларым бар. Қайдан тағы біреуін алам? Аласың, деді Аслан кесіп. Біз саған қалыңдыға келдік. Айгүл, жетім, алыс туыстым қызы. Жасы 18-де. Қарапайым, еңбекқор, дені сау. Ол саған жақсы әйел болады. Нағыз қазақтарды туады. Сөз таластырма. Бұл рудың еркі. Осылайша кішкентай Айгүлді, арық, көздері төмен қараған, ұлттық көйлек киген қызды кіргізді. Ол ұяң жүзімен төмен қарап қорқып отырды. Далада аңызға айналған бұл үлкен, шаша ағарған еркектен ол қорықты. Ермек оған содан кейін есік алдында қолдарын кеудесіне айқастырып тұрған Таняға, Ингаға және Галяға қарады. Олар бәрін естіді және үнсіз қалды. Әйелдер түсінді. Рудың еркіне қарсы шығуға болмайды. Бұл Азия. Мұнда өз заңдары бар. Егер Ермек бас тартса, ол өз адамдар үшін жек көрінішті адамға айналады. Ал оған қолдау қажет. Оған тыл қажет. Жақсы, деді Ермек. Қалдырындар. Бірақ ескертіп қояйын. Ол басты әйел болмайды. Бастысы мұнда Татьяна. Айгүл кіші әйел болады. Және сендердің емес, біздің заңдарымызбен өмір сүреді. Ақсақалдар біріне бірі қарады, бірақ келісті. Ең бастысы алды. Ең бастысы қазақ қаны болады. Айгүл үйге үнсіз кірді. Ол есік алдындағы ең қарапайым орында иеленді. Қыз еш нәрсеге таласқан жоқ. Ол жай ғана қызмет етті. Айтса, суға барды. Айтса, жинады. Жамады, тікті. Оның алтын қолды екені белгілі болды.
Ол ескі қаптан хан шайымға лайықты киім тіге алатын. Ол кесте тігуді, үйді ұлттық өрнектермен безендіруді бастап кетті. Ол үнсіз, бағынышты болды. Бірақ бұл бағынушылықта күш, тасты тоздыратын судың күші бар еді. Ол Таняны құрметтеді. Галиядан сәл қорықты, бірақ Ингамен ортақ тіл тапты. Неміс пен қазақ, екеуі де ұқыпты, екеуі де үнсіз. Олар тазалық пен тәртіп негізінде кіл табысты. Енді бас қатырғыш толық құрастырылды. 4 стихия, 4 тарап бардай. Орыс жаны, неміс тәртібі, Украин қонақжайлығы және қазақ дәстүр. Ал осы әлемнің дәл ортасында Ермек тұрды. Айналасында 4 планет айналатын күн секілді. Бірақ бұл жай ғана бірге тұру емес еді. Бұл ортақ игілік үшін ымыраға келу, құрметтеу және өзімшілдікті басу негізінде құрылған күрделі, көп деңгейлі қарым-қатынас жүйесі болды. Ермек темірдей қатаң ережелер орнатты. Бірінші, балалардың көзінше жанжал шығаруға рұқсат жоқ. Шағымдар оған жеке далада айтылады. Екінші, жұмыс кесте бойынша. Ешкім бос отырмайды. Жүктілік ауру емес, уақытша жағдай, жеңілеңдік, бірақ еңдік. Үшінші, балалар ортақ. Барлық балалар Касимовтер. Барлық аналар аналар. Егер Таня Галияның ұлын жазаласа, Галия араласуға құқылы емес. Егер Инга Айгүлдің қызын тамақтандырса, Айгүл қызғануға тиіс емес. Төртінші, төсек кесте бойынша. Бұл қызық естілді, бірақ шиеленісті бәсеңдетті. Ешкім өзін шеттетілген немесе еркелеткендей сезінген жоқ. Жанжалдар әрине болды, және жастыққа төгілген көз жасы, көзқарас тартар қайшылығы, кесенің сынуы бәрі болды. Галия Ермектің Танямен іс бойынша ақылдасқанын қызғанды. Инга Айгүлдің жас әрі әдем болған үшін қызғанды. Таня іштей өзін жалғыз заңды әйелім деп санағандықтан бәрінен қызғанды. Тіпті заңды құжаты болмаса да. Бірақ Ермек өртті бірден сөндірді. Беделмен, күшімен, кейде тіпті жерге кіріп кеткін келетін көзқарасымен. 62 жылға қарай Ермектің шаруашылығы үлгілі болды. Үлкейтілген және толықтырылған 5 қабырғалы үлкен үйі казармаға немесе жатақханаға көбірек ұқсады. Бастысы ішінде жайлылық бар еді. Қабырғаларда кілемдер, тазалық, бәліштердің иісі, малғаға толы үлкен аула, сиырлар, қойлар, жылқылар, құстар. Картоптан бастап қарбызғаға дейін өсетін бақшада. Галия бәрін өсіруге тырысты. Және балалар. Балалар барлық жерде болды. Өздерінікі, асырап алған, ортақ. 62 жылы олардың саны 8-ге жетті. Таня 2 бала, ұл және қыз туды. Инга 3, бәрі сары шашты, көк көзді. Бірақ қазақтың егімен. Галия 2, Иванды және тағы бір қызды. Айгүл тұңғышына жүкті болды. Билік білді ме? Әрине білді. Райком, милиция, КГБ. Мамайда тымсылар жеткіліктеді. Томпақ хаттар жазылды. Гарем құрды. Антисоветтік, феодализм, бәрі айтылды. Бірақ сұр бұлттар қойыланған сайын, Ермек олардың аузын жабатында етіп отырды. Жоспар, астық, ет, жін артығымен атқарылды. Оның бригадасы басқалар түсіне де кірмеген көрсеткіштерді берді. Ал райкомның бірінші хатшысы, ескі майдангер Петров, анонимдік хаттарда жыртып тастап, бұл жігіттің мазасын алмаңдар, ол іс жасап отыр. Ал кімнің кіммен жатқаны сендерге бәлеңе қажеті жоқ. Біздің көкжиегімізде коммунизм тұр. Өсек тасымай ар жүріндір дейтін. Егер бұл коммунизм құруға көмектессе, онда солай болсын. Петров Ермекке қонаққа келіп, қымыз ішіп, 4 әйелі бірігіп дайындаған етін жейтін. Жақсы күтім көрген, тоқ, тәрбиелі балалардың тобына қарап, басын шайқап. Ермек, сен де бір кереметсің. Авраам патриарх сияқтысың, Құдай кешірсін дейтін. 1964 жыл. Тын жері енді майдан емес, ол тылға, күнделікті тірлікке айналды. Бұрынғы шатырлар саман үйлермен ауыстырылды. Ұрандар өміп кетті. Ынта жігер ауыр күнделікті өмірге орын беріп сөнді. Бірақ Ермектің бригадасында уақыт өз заңдарымен жүріп жатты. Бұл мемлекет ішіндегі мемлекет. Олардың шағын империясының алтын ғасыры болды. Тәсимовтың шаруашылығы орта қолды колхоз көлеміне дейін өсті. Өзінің электр станциясы, рекордтық астық өнімі үшін Ермек облыстан сұрап алған дизель генераторы. Өзінің артезиан суы бар ұңғымасы,
Қаладағы Сандунов моншалары қызғанатындай моншасы бар. Тұрмыс автоматты түрде реттелген. Үйдегі шаруа таңғы 5:00-де басталатын. Инга бірінші тұрып пештерді жағады, қамыр илейді. Галия малдарды сауға кетеді. Оларда 5 сиыр болды. Айгүл балалармен айналысады, жуындырады, киіндіреді, бұрымдарын өреді. Таня гроссбухтармен үстелге отырып, сатып алуды жоспарлайды. Жұмыс нарядтарын бөледі. Ермек 6:00-де тұрып, шаруашылықты тексереді. Жұмысшыларға нұсқау береді. Оның бригадасында 10 шақты жалдамалы механизатор жұмыс істеді. Олар бөлек вагонда тұрды. Өздері Ермектен қатты қорқатын. 7-де жалпы таңғы ас. Емен тақтайлардан жасалған үлкен үстелге бүкіл отбасы жиналады. 20 адам. Ермек төрде, әйелдер екі жағында, балалар орындықтарда. Үнсіз, тез, мұқият тамақтанады. Тамақ қарапайым, бірақ тоқ. Май қосылған ботқа, өздері пісірген нан, сүт, сүзбе, ет. Ешқандай қымбат тағамдар жоқ, бірақ аштық та жоқ. Бала тәрбиесі бөлек тақырып болды. Ермек еркелетпеді. Ол жай ғана балаларды емес, болашақ дала қожайындарын өсірді. 3 жастан бастап әр баланың өз міндеті болды. Тауықтарды тамақтандыру, ауланы сыпыру, жұмыртқа жинау. 7 жастан далада немесе мал қорадағы жұмыс. Ол міндетті. Еңбек маймылдан адам жасады, ал адамнан Тәсимовты жасады деп, Ермек Энгельстің сөзін өзгертіп, қайталауды ұнататын. Ұлдарына атқа мінуді, күресуді, мылтықтан оқ атуды үйретті. Қыздарды тігуге, тамақ дайындауға, кішілерге қарауға баулды. Бірақ ең бастысы бірлікке үйретті. Сендер бір жұдырықсыңдар. Бір-бірден саусақтарды сындыру оңай. Жұдырықты қирату қиын дейді. Балалар арасында төбелес болып тұратын. Мінездері әртүрлі, қаны әртүрлі. Инганың ұлы Ганс. Ол оны Ганс деп атады. Ермек қарсы болған жоқ. Ұқыпты және тәртіпті. Галияның бұзық ұлы Ваняның әрекеттеріне ашуланатын. Таняның қызы Оля, Айгүлдің қызы Сәулені менсінбей тапсырма беруге әуес. Бірақ бұл қақтығыстар бірден жойылды. Кінәлілерді еңбекпен жазалады. Олар татуласқанша қосымша арам шөп жылу, сиыр қораны бірге тазалау тапсырылды. Және бұл оңпайлы тәсіл болды. Соның арқасында балалар тату өсті. Олар бір-бірін мектепте қорғады. Ал мектеп 5 шақырым жердегі көрші ауылда болатын. Оларды ол жерге Ермек микроавтобус етіп, қайта жабдықталған өзінің газигімен апаратын. Мектепте оларды гарем балалар деп, байдың ұрпақтар деп мазақ ететін. Бірақ бірнеше жаппай төбелестен кейін Тәсімовтерді мазақтауды қойды. Оларды сыйлады, немесе қорқытты. Осы жылдарда билікпен қарым-қатынас жылы болды. Бір жағынан неке және отбасы туралы заңдарда толық елемеу, екінші жағынан шаруашылық қызметті толық мақұлдау. Ермек мақтау қағаздарын, сыйлықтарды, тіпті құрмет белгісі орденінде алды. Оның суреті район орталығындағы құрмет тақтасында ілулі тұрды. Онда Тәсімов, өндіріс озаты, белгілі малшы деп жазулы тұрды. Ал оның отбасылық жағдайы туралы үнсіз қалуды жөн көрді. Бірінші хатшы Петров, майдангер, оның артын жауып отырды. Ол Ермектің бірегей, дарынды адам екенін түсінді. Егер оны сындырса, жүйе миллиондаған пұт астық пен тонналаған еттен айырылады. Ал мораль күте тұрады. Біздің алданда жоспар күйіп тұр. Ал сендер маған мораль туралы айтасыңдар, деп Петров облыстан келген кезекті тексерушіге айқайлады. Оған барып адамдардың қалай өмір сүретін қараңдар. Олардың балаларының киімі бүтін, қарны тоқ, сабақта озады. Ал сендердің моральды колхозшыларының балалары бит деп аш жүр. Тексерушілер ұялып немесе рахметтерін алып кетіп жатты. Ермек жомарт бола білді. Қозы, бал, қымыз. Дәстүрлі шығыс қонақжайлығы бойында бар еді. Бірақ гаремнің ішінде бәрі тегіс онда емес еді. Жылдар өтті, әйелдер қартайды. Ермек те жасарған жоқ. Құмарлық кетіп, оның орнын әдет, күнделікті тірлік және жиналған шаршау басты. Таня кешкісін терезе алдында отырып, күннің батқанына қарап, темекі шегетін болды. Ермек оған ғана рұқсат берді. Ол Ленинградты, театрларды, интеллигенттік әңгімелерді, ортаны сағынды. Мұнда далада ол қарайып қалды. Оның өткір ақылы мұнда қолданыс таппай, оны ішінен жей бастады. Ол Ермекке айқайлайтын болды. Сен бізді малға айналдырдың. Біз тек жейміз, ұйықтаймыз және босанамыз. Қайда өмір, Ермек? Қайда мәдениет? Ермек үнсіз қалды. Ол оны түсінді. Бірақ ол не бере алады? Ленинградқа билет пе? Ол бармайды. Балалар мұнда.
және ол оны жақсы көреді. Инга өз-өзіне тұйықталды. Ол діншіл болып, жасырын түрде балаларды шоқындырды. Лютерандық рәсімді есінде қалғандай жасап жүрді. Матрастың астына жасырған інжілді оқиды. Ол олардың өмірін күнә және сонымен бірге азап шегу деп санады. Ол Құдай оған ермекті жаза және құтқарушы ретінде жіберді деп сенді. Ол ар-жданның даусын басу үшін одан да көп жұмыс істеді. Өзін еңбекпен азаптады. Галия керісінше қатты толса бастады. Ол стрессті тамақпен жеңді. Ұрысқақ, жанжалқор болып, бригадаға келген жас сауыншылардан ермекті қызғанды. Айқай шығарған кез болды. Сен оларға қарап қойдың, мен көрдім деп сөйлейтін. Мұндайда ермек тек күрсініп, далаға кетіп қалатын. Айгүл керісінше гүлденді. Ол ең күшті шағына жетті. 5 бала туды. Жасы кіші болса да, іс жүзінде нағыз бәйбішеге айналды. Ол өміріне толықтай риза болған жалғыз адам. Ол үшін бұл қалыпты жағдай. Өйткені дәстүр сондай. Ол осы шуылдақ отбасында өзін ханшайымдай сезінді. 68 жылы ауыр дағдарыс болды. Ермек ауырып қалды. Жүрегі сыр берді. Майдандағы жаралар, ауыр еңбек, жүйкеге салмақ түскені әсер етті. Ол төсек тартып қалды. Аудандағы дәрігерлер тыныштық керек деді. Санаторийге бар. Әйтпесе инфаркт болуы мүмкін деді. Қандай санаторий? Қалайша шаруашылықты тастап кетуге болады? Ермек өз бөлмесінде бозарып ентігіп жатты. Міне, осы кезде әйелдер өздерін көрсетті. Олар өкпе-ренішті, қызғанышты, шашауды ұмытты. Олар жараланған көсемнің айналасына жиналған қасқырлардай оны қорғап бірікті. Таня Ленинградтағы ескі байланыстар арқылы дәрі-дәрмек алып, хаттар жазып жалынды. Инга неміс рецептері бойынша емдік қайнақпалар дайындады. Галия диеталық тамақ пісірді. Айгүл массаж жасап аяқтарын уғылады. Олар ермектің төсегінің қасында тәулік бойы кезекшілік атқарды. Ешкімді, тіпті балаларды да жақындатпады. Ермек оларға ауырсынып жатып, міне, осы ғой, барлығы осы сәт үшін болған. Жыныстық қарым-қатынас үшін емес, шаруашылық үшін емес. Әлсіз болған кезінде сені 4 жұп қол ұстап тұрып, құлатуға жол бермейтін осы сәт үшін деп ойлады. Ол аман қалды, аяғынан тұрды. Бірақ бұрынғыдай бола алмады. Оның денсаулығы сыр бергелі, тынышталып, жұмсақтана түсті. Көбірек баспалдақта отырып далаға қарады. Жұмыстың бір бөлігін Таняға және үлкен ұлдарына тапсырды. Тәсимов империясы кемелдену және құлдырау кезеңіне өтті. 69 жылы сыртқы әлемнен алғашқы қоңырау соғылды. Таняның үлкен ұлы Андрей мектепті бітірді. Алтын медаль. Институтқа түсу керек. Ол Мәскеуге, ММУ-ге барғысы келді. Таня осын армандады. Ең болмаса біреуі осы даладан құтылсын деп ойлады. Бірақ анкетада бір бағаған бар еді. Отбасы құрамы. Не жазу керек? Әкекесі Тәсимов. Анасы Ларина. Неке тіркелмеген. Кегі әртүрлі 18 бауырымен апасы бар. Бұл мәселе туғызды. Андрейді КГБ-ға шақырды. Оқуға түсерде тексеретін. Жігіт, сендерде қандай секта деді олар. Андрей сасқан жоқ. Ол ермектің ұлы еді. Секта емес, коммуна. Эксперименттік шаруашылық. Біз жеке отбасында коммунизм құрып жатамыз. Чекист күлді, бірақ мөрін қойып берді. Андрейді қабылдады, бірақ көңілде кірбің қалды. Жүйе экспериментке мұқият қарай бастады. 1970 жылдардың басы. Тоқырау дәуірі. Брежнев дәуірі. Тұрақтылық. Бірақ ондай тұрақтылық бәрін бір қалыпқа салуды көздеді. Барлығы бірдей болуы тиіс. Бір қадам солға, бір қадам оңға қашу деп есептеледі. Партия идеологияның бұраңғысын қатаң тарта бастады. Өткеннің сарқыншақтармен, діниліктен жеке меншікке деген құштарлықпен күрес күшейді. Ал ермектің шаруашылығы дәл сондай сарқыншақтың өзі әр нағыз жеке меншік еді. Зәулім үй, қора-қопсы толы мал. Оның бір бөлігі жеке үй шаруашылығы деп тіркелген. Бір үйде бірнеше әйел, балалар. Мұның бәрі жұрттың көзіне шығып тұрғандай еді. Іштарлықтан арылмағандар қарап жатпады. Жалақысын күтіп, араққа салынып жүрген совхоздағы көршілері үсті-үстіне арыз жазатын. Тәсимов құлақ, қамаушы, батырақтар ұстайды, байып отыр деген әңгіме көбейді. Ескі хатшы Петров тірі кезінде ондай арыздар қоқысқа кететін. Бірақ 72 жылы Петров зейнетке шығып, Қырымға қоныс аударды. Оның орнына дәл әлгі жас, амбициясы тасып тұрған
идеологияға шексіз берілген Нефёдов келді. Мәскеуден, орталық аппаратынан келген. Ол мансапқа тез жетудің жолын іздеді. Өз атына айналардай үлкен іс керек болды. Азияшылдықпен, феодалдық қалдықтармен күрес. Міне, даудың тақырыбы дайын тұрғаныз. Тәсимовке қатысты қалың папканы ашып, қолын уқалады. Міне, менің трамплинім. Осы істен ғасырсын жасаймын. Өткеннің жараларын қалай күйдіріп тазалайтынымды көрсетемін деп ойлады. Нефёдов қазбалауды бастады. Совхоздың бухгалтериясын, ЗАГС журналдарын, мектеп құжаттарын түгел ақтарды. Үлкен сурет айқындала түсті. Ұрлық, деді ол. Шынында, не қылмыс? Ермек кейде өз қалтасымен колхоздың қалтасын шатастыратын, бірақ өз қаржысында колхоз ісіне қиып жүретін. Прокурор үшін бұның еш маңызы жоқ. Көп әйел, қызмет бабын теріс пайдалану, бәрі папкаға тізілді. Нефёдов соққыны асықпай дәлдікпен әзірледі. Ол Ермекті тек қызметтен алып тастауды емес, оны толық жоюды, жұрт көзінше таптап кетуді көздеді. Басқаларға сабақ болсын деген ойы болды. 73-ші жылдың күзі төнген қара бұлттай ауыр болды. Ермекті райкомға шақырды. Нефёдов оған шай да ұсынбады, қол да бермеді. Брежневтің суретінің астында отырып, Ермекті суық, жансыз көздермен тесіп отырды. Жолдас Тасимов, бізге шағымдар түсті. Өте маңызды шағым. Сіз кеңестік шаруашылықта байдың ауыл етіп жібергенсіз. Кеңес заңдарын бұзғансыз. Партияны масқаралап отырсыз. Мен сізге ұсыныс жасаймын. Өтініш жазып, қызметтен өз еркіңізбен кетесіз. Барлық мүлкімізді колхозға тапсырасыз. Әлгі бәрін таратып жібересіз де, қайда болса да кетесіз. Қаласаңыз, Монғолияға барыңыз. Сонда бұл істі ескі еңбектеріңізді ескеріп жауып тастаймыз. Қабылдамасаңыз, ұзаққа қамаласыз. Әйелдеріңізге де іс қозғаймыз. Балалар интернатқа кетеді. Ермек үнсіз тыңдады. Беті тас боп сұрланып кетті. Кенет оның ойына 1958 жылдың наурызы түсті. Бұрқасын, комсомолдар, жәбірленуден аман алып қалған Таня, өлім аузынан суырып алған Инга, жүкті күйінде паналатқан Галя, Айгүл, 19 баланың тағдыры, 15 жыл бойы бауырына басқан өмірлер. Ал мына жылтыр мұртты, мәскеулік шенеунік одан солардың бәрін сатып кетуді талап етіп отыр. Жоқ, деді Ермек. Одан кейін орнынан тұрып, сыртқа беттеді. Нефёдовтың жүзін бір сәтте қара күрең басып кетті. Жарайды. Өз үкіміңді өзім жаздың. Араға 2 күн салып, үйдің алдына 1 Волга мен 2 Бобик тоқтады. Әңгімеміз дәл басталған күнге қайта оралайық. 1973 жылдың 23 қазаны. Үйдің алдындағы арбасулы қақтырыс. Нефёдов қаруды көргенде өзінің жедел жорығы күйреп қалған бірден түсінді. Әйелдер мен балалар тұрған үйді штурмдау қанды қырғын. Бүкіл одақты дүр сілкіндіретін масқара жағдай. Оның мансабы сол жерде ақ бітетін еді. Ол амалсыз шегінді. Жақсы, Тасимов, кетеміз. Бірақ ертең прокурормен, амалмен қайтып келем. Бұл дүниеге келгеніңе өкінетін боласын, деді. Машиналар кері бұрылып, артынан шаң бұрқыратып кете барды. Үй ішінде меңіреу тыныштық орнады. Әйелдер қолдарындағы қаруды төмен түсірді. Балалар жылап жіберді. Ермек баспалдаққа отырып кисетін суырды. Қолы дірілдеп тұрды. Оның ішкі түйсігі айқайлап тұрды. Бұл соңы. Жүйеге қарсы жүрмейсің. Бүгін қайтарды. Ертең таптап кетеді. Шешім қабылдайтын сәт келді. Жинақталыңдар, деді ол. Көшеміз. Қайда Ермек? Деп сұрады Таня. Далаға. Қыстың қыр астында тұрғанын білесің, балалар тоңады. Қара жарға, ескі қыстауға. Ол жаққа ешкім бара алмайды. Қысқа шыдап аламыз, көктемде көрерміз. Мүмкін Қытайға өтеміз, мүмкін басқа жол табылар. Бұл ақылға қонбайтын шешім еді. Қаражар иесіз, қиян шет, тіпті қасқырдың өзі бас соғуға жүрексінетін қу медиен. Ескі шопанның 40-50 жыл бұрын тастап кеткен қыстауы бар онда. Байланыс жоқ, жарық жоқ, ештеңе жоқ. Құр жартаспен азнаған жел ғана. Болмаса, түрмемен балалар үй күтіп тұр. Әйелдер қарсы болған жоқ. Олар Ермектің сөзіне үйренген. Оныкі 2 болмайтынына сенді. Жиналу ұзаққа созылмады. Он, тоз, шырпы, оқ-дәрі, жылы киімдерді алды. Бар дүниені 2 ескі ГАЗ-51-ге тиеді. Бұл машиналар Ермектің жеке көлігі. Совхоздан есептен шыққан, өз қолымен жөндеп алған.
Малдың бәрін тастауға тура келді. Қораның есігін ашып, малды далаға қоя берді. Тыныш жүргендері жақсы. Қасқырдың аузына түссе де, милицияның қолына түскеннен артық, деді Ермек. Олар түнделетіп шықты. Ешкімге көрінбеу үшін фар жағылмады. Даламен жүрді, із қалдырмас үшін. Алғашқы машинаны Ермек өзі айдады. Екіншісінің рөліне үлкен ұлы Андрей отырды. Әйелдер мен кішкентайлар брезентке оранып, кузовта келе жатты. Суық, қорқынышты. Бір жағынан біртүрлі қуанышты. Дәл 58-ші жылдағыдай. Тағы да белгісіздік, тағы да тіршілік үшін арпалыс. Тағы да бүкіл дүниеге қарсы кек өздері ғана. Қаражарға таң атқанда жетті. Айнала үрейледі. Тар шатқал, қия жартастар, сылдырлаған бұлақ, саманнан қалған қабырғаның жырнағы. Ермек қираған қыстауды шолып шықты. Тіршілік етуге болады. Шатырын жабамыз, пешін соғамыз. Су бар, отын табамыз. Амалдап көшеміз. Сөйтіп олар жұмысқа кірісті. Кәдімгі Робинзондай. Бір аптаның ішінде құлаған қыстауды әупірімдеп болса да үйге айналдырды. Тар, қараңғы, бірақ жылы. Ал аудан орталығында бұл кезде Нефёдов өрт сөндіргендей бәйек болып жүреді. Таңертең милициямен қосынға жеткенде, ол бос үймен далаға жайылып кеткен малдан басқа ештеңе таппады. Тәсимовтар жоқ, хабарсыз. Бүкіл одақтық іздеу жарияланды. Тікұшақтар даланы кезіп шықты. Милиция шопандарды сұрақтың астын алды. Бірақ дала құпия сақтауға шебер. Ол жыл ерекше қатал қыс болды. Бұрқасын атталап соқты. Қаражарда қар үйлеудің төбесіне дейін үйіліп қалды. Олар үй ішінен су асты кемес сияқты қозғалмай отырды. Тамақ жоқтың қасы, ұн таусылды. Амалдап аң қуып тауып жеді, бөкен, қоян. Оқ дәрілерді немдеді. Цинга басталды. Балалардың қызыл ектері қанады. Инга қарағай қылқанынан тұнба қайнатты. Таня балаларға тарих, географиядан білгенін айтып, кітаптарды жатқа жеткізді. Оқу тоқтаған жоқ, тек партасыз. Ақпанда Галя ауырды. Өкпе қабынуы. Дәрі-дәрмек жоқ. 3-ақ күнде сөніп қалды. Ермектің қолында жан тапсырды. Оны сол шатқалда жерледі. Бұл алғашқы қаза. Зәрлі, жанына батқан оқиға болды. Галяның өлімі Ермектің жанына қатты батты. Бірақ түнде 10 жасқа қартайып кеткендей болды. Үнсіздік басталды. Үңгірдің аузында телміріп сағаттап отырды. Таня оның сынып бара жатқанын сезді. Ермек, бұл сенің күнәң емес. Бұл біздің жолымыз. Біз өз еркімізбен сені таңдадық. Аяғына дейін барамыз. Тұр, деді ол. Ермек көтерілді. Сәуірде көктем келді. Қар еріді. Дала қызыл қызғалдаққа оранды. Бірақ тамақ жоқ. Қор таусылған. Қалайда тіршілік жолын табу керек еді. Алда тағы бір сын тұрған. Содан кейін ғажап бір нәрсе болды. Оларға геологтар кезікті. Уран іздей жүргендер. Олар әбден титықтаған әйелдерді, жыртық киімдегі балаларды, мылтық ұстаған қартты көріп, сесіктене қалды. Сіздер кімсіздер? Ку соқпағына кеткен тақуалар деуге болады, деді Ермек. Біз адаммыз, кеңес адаммыз. Осында ғана өмір сүріп жүрміз. Геологтың өзі жөні түзу өнзе адам екен. Тамақ берді, дәрі-дәрмек берді. Ешкімге айтпаймын деп уәде етті. Жолдас, мұнда қалуға болмайды. Балалар тағы бір қысқа шыдамайды. Ал қайда бармақ? Таня ақылға сыймайтын ұсыныс айтты. Брежневке тікелей хат жазайық. Ол түсінеді. Хатты өзі жазды. Арыз емес, жан сыры. Геолог хатты Мәскеуге жеткізіп берді. Содан соң күту басталды. Жаз еңбектенумен өтті. Қысқа азық дайындау, аң аулау, жидек теру, суыр аулау. Күзде тура 1 жылдан соң шатқалдың үстіне тікұшақ қонды. Ми-8. Әскерилер келді. Тікұшақтан генерал түсті. Ермек Тәсимов, сізге жолдас Брежневтің арнайы хаты бар. Хаттың ішінде былай делінген. Мәселе тексерілсін. Кінәлілер жазалансын. Отбасы қайтарылсын. Марапаттарын қалпына келтіру. Көмек көрсету. Қажеттігі айтылған. Сөйтсе, хат жеткен. Брежнев оқып, көзіне жас алыпты. Нефёдов қызметінен қуылды. Партиядан шығарылды. Прокурор зейнетке айдалып кетті. Тәсімовтерге тағылған айыптардың бәрі алынып, жаңа үй берілді. Орден медальдары қайтарылды. Бірақ Галия қайтып келмейді. Шатқалда өткен 1 жыл бәрін қажытты. Инга туберкулез болып қалды. Айбүлдің шашы ағарып кетті. Таня да қартайып қалды. Ермектің бауыр іші үзіліп түскендей болды. Ол өз дәуірінің өткенін түсінді. Олар үйлеріне қайта көшіп келді.
Төп тыныш өмір сүрді. Гарем тобы тарап кетті. Балалар ер жетті. Инга 75-ші жылы қайтты. Айгүл ұлының қолына кетті. Ермек пен Таня ғана қалды. Ермек 78-ші жылы дүние салды. Инфаркт. Жерлеуге барлық 19 бала жиналды. Осы оқиғаның жаңғырығы ұзаққа созылды. Адам тағдыры бір шатқалда үзіліп, қайта жалғанғандай. Таня жалғыз қалды. Ол тағы 10 жыл өмір сүрді. Менің Целинам атты естелік жазды. Бірақ қолжазба жарияланған жоқ. Онда көп шындық бар еді. Ол 88-ші жылы Ленинградта қайтыс болды. Оны сол жаққа ұлы Андрей алып кетті. Өлер алдында ол: «Мен еш нәрсеге өкінбеймін. Бұл ауыр, қорқынышты, бірақ нағыз өмір болды. Мен соңынан тозаққа дейін еріп баруға тұрарлық еркекті сүйдім. Бұл тек сол уақытта және сол жерде ғана болуы мүмкін тарих. Мұнда аман қалу заңдары мораль заңдарынан жоғары болды. Мұнда махаббат раушан гүл шоқтармен емес, нан кесектермен өлшенді. Мұнда бір еркек азғын болғандықтан емес, ол үлкен әріппен жазылатын нағыз еркек болғандықтан 4 әйелге күйеу және 19 балаға әке бола алды», деп жазды естелігінде. 1961 жылға оралсақ, далаға көктем кенеттен келді. Кеше ғана боран соққан еді, ал бүгін күн сондай қатты қыздырады. Қар көз алдында буға айналып, қою тұманға ұласады. Осы тұманды түтіннің ішінде Ермектің үйінің табалдырығында Айгүл пайда болды. 4-ші әйел, яғни туыстары әулет жалғасу үшін әкелген қыз. Оның пайда болуы осы оғаш отбасының іргетасына қойылған соңғы кірпіш болды. Айгүлдің жасын небәрі 18 деді. Ол уақыт 10-шы ғасырда тоқтап қалғандай көрінетін шалғай ауылда өсті. Ол орыс тілін білмейтін, түсінетін, бірақ сөйлеуге ұялатын. Ол электр тоғы дегеннің не екенін білмейтін. Ауылда олар шам жағатын. Ол тап-таза ақ парақ сияқты еді. Және осы параққа Ермек пен оның үлкен әйелдері жаңа тарих жаза бастады. Инга оған қамқоршы болды. Неміс пен қазақ, мұз бен жалын. Олардың арасында не ортақ бар дерсін, бірақ көп нәрсе ортақ болып шықты. Тәртіпке деген сүйіспеншілік, тыныштық, қолмен жұмыс істей білу. Инга Айгүлді Ермек соғыстан әкелген Зингер трофей тігін машинасымен тігін тігуге үйретті. Айгүл Инганы киіз басуға және құрт жасауға үйретті. Олар сағаттап бірге отырып, жүн тазалап, үнсіз отыратын. Немесе немісше, қазақша және орысшаның оғаш қоспасымен сөйлесетін. Гутен морген, Айгүлжан, чай іш, пей чай, данкешон, Ингапа. Бұл жанашырлық тудырды, бірақ Таняны ашыландырды. Таня интеллигент әйел, бақылауды жоғалтып бара жатқанын сезді. Оның империясы кеңейгенмен бара-бара бөтен болып бара жатты. Ол Айгүлге орысша үйретті. Пушкинді оқып беруге тырысты. Айгүл тыңдады, басын изеді, күлімсіреді. Бірақ оның көздерінде ештеңе жоқ еді. Оған Пушкин керек емес еді. Оған Ермек пен балалар керек болды. Ол келгеннен кейін тура 9 айдан соң тұңғышын туды. Ұлдың атын оны әкелген ағасының құрметіне Аслан деп қойды. Бұл отбасындағы алғашқы таза қанды қазақ болды. Инга мен Таняның балалары метистер еді. Ермектің туыстары шаттанды. Олар сыйлықтар, кілем, ер-тұрман, күміс әшекейлер әкелді. Той жасап, қой сойды. Осы тойда алғашқы жанжал болды. Туыстары ішіп алған соң, Ермекке, оның ұлына, нағыз қазақ қанына тост айта бастады. Таня бұл кезде бозарып отырды. Ол өзін бұл шаңырақта артық, бөтен сезінді. Ол үстелден тұрып далаға кетті. Ермек оны 1 сағаттан кейін тапты. Ол тас үстінде отырып, жұлдыздарға қарап темекі шегіп отыр еді. «Сен маған апасыдыр жасадың, Ермек. Сен мені осы әйелге айырбастадың, өз қанына». Ермек оның қасына отырып, ұйығынан құшақтады. «Ақымақсың, Таня. Ақылдысың, бірақ ақымақсың. Қан су, ал сен ауасың. Сусыз 2 күн өмір сүруге болады, ауасыз минутта. Сен менің ауамсың, Таня. Сен менің басымсың, ал олар отбасы». Таня жылады. Ол оны жұбатты, шашынан сипады. Және осы сәтте олар ерлі-зайыптыдан да жақын сырлас болды. Өмір өз арнасына түсті. 60-шы жылдар Тәсимовтер отбасының алтын ғасырының гүлдену кезеңі. Ермектің бригадасы бүкіл облысқа аты шықты.
Олар тын жерлерді игерді, қоралар салды, асыл тұқымды мал өсірді. Ермекте өзінің сапа белгісі пайда болды. Егер жүн Тасимовтен болса, демек жоғары сорт. Егер ет болса, демек мәрмәрдей. Оларға делегациялар келді. Тәжірибе алмасу. Ермек қонақтарды шаруашылықты аралатып, жетістіктерін көрсетті, бірақ үйге кіргізбеді. Үй қамал еді. Қонақтарды жазға ас үйде тамақтандырды. Онда Галия дастархан жаятын. Бош, беспармақ, штрудель, пельмендер, интернационалдық ас мәзірі. Қонақтар тамақ ішіп, мақтап, терезеден көрініп қалатын әйелдерге көз тастайтын. Ал бұл кімдер? Әпкелерім, деп Ермек қысқа қайратын, ешкім сұрауға батылы бармайтын. 65 жылы төтенше жағдай болды. Аудандық санитарлық эпидемиологиялық станция тексерумен келді. Біреу Тасимовте антисанитария, балалар биттеген деп хабарлаған. Дәрігер әйел, жас, принципшіл, қолына папка ұстап үйге кірді. Жарайды, балаларды көрсетіңіздер, тексереміз. Ермек далада еді. Үйде тек әйелдер ғана бар болатын. Таня алға шықты. Қош келдіңіз, қараңыз. Дәрігер әйел бөлмелерді аралап таң қалды. Мінсіз тазалық, ақ төсек жаймалары, кестеленген дастархандар, балалар таза, шаштары таралған, сапалы киім киген. Айгүл мен Инга бәріне теріп беретін. Әркімнің өз төсегі, өз тумбочкасы, өз ойыншықтары бар. Бұрышта пианино тұр. Ермек ескі неміс пианиносын райцентрдегі клубтан сатып алып әкелген. Таня балаларға музыка үйретті. Дәрігер әйел балаларды тексерді. Бит жоқ, қотыр жоқ, дистрофия жоқ, бәрі сау, егілген. Таня вакциналарды таныстар арқылы тауып, егуді өзі жасайтын. Дәрігер әйел папканы жапты. Мен таң қалдым. Балалар үйлерінде де бұдан нашар. Қалай басқарасыздар? Олар 19 ғой. Таня күлімсіреді. Ойлы көзімен. Біз басқарып жүрген жоқпыз. Біз өмір сүріп жатырмыз. Бұл біздің жұмысымыз, біздің өміріміз. Дәрігер әйел таңданыспен жазылған есеппен кетті. Үлгілі тұрмыс және тәрбие үлгісі. Бұл есеп райком хатшысы Петровтың үстеліне жетті. Ол күрсінді. Мен айттым ғой, Ермек бәрін бақылауда ұстап отыр. Оны мазаламаңдар. Бірақ балалар өсті. Олармен бірге проблемаларды артты. Жасөспірімдер бүлігі. 67 жылы Инганың үлкен ұлы Ганс ол кезде 14-те мектепте төбелесті. Қатыгездікпен төбелесті. Оған фашист деп айқайлаған. Ол ренжіткен баланың мұрнын сындырды. Мектеп директоры Ермекті шақыртты. Сіздің ұлымыз басқаруға көнбейді. Ол агрессивті. Біз оны шығарып тастаймыз. Ермек мектепте келді. Директордың кабинетіне кірді. Үстелдің үстіне партбилет мен орден кітапшасын қойды. Менің ұлым фашист емес. Менің ұлым Тасимов. Егер сіз оны шығарсаңыз, мен барлық баламды алып кетемін. Сонда сіздің мектебіңіз жабылады. Өйткені оқытатын ешкім болмайды. Ал оны фашист деп атаған баланы мен өзім қамшылаймын. Әкесін де қамшылаймын. Директор бозарып кетті. Жаңжал жабылды. Бірақ Ганс тұйықталды. Ол өзінің немістігін, өзінің өзгешелігін жек көре бастады. Ол өзін Гена деп атауды талап етті. Ермек рұқсат берді. Есім бұл дыбыс, адам бұл мән. Қаласаң Гена бол. Ең бастысы адам бол. 68 жылы Ермек жүрегінен сыр беріп, төсек тартып жатқанда, олардың бірлігінің күшін көрсететін тағы бір оқиға болды. Совхозда өрт шықты. Жанақ жағармай қоймасы өртенді. От тұрғын үйлерге, Тасимовтердің үйіне жақындап қалды. Совхоздағы еркектер сасқалақтап, шелекпен жүгіріп, дүрбеленге түсті. Ермек төсек тартып жатты, тұра алмады. Сонда Таня басшылықты өз қолына алды. Ол баспалдаққа жүгіріп шығып, мылтықтан аспанға атты. Әйелдер, мені тыңдаңдар. Жіңішке көрпелерді сулап шатырға. Үлкен ұлдар күрекпен үйді айналдыра қазындар. Кішілер су тасындар. Галия, малды шығар. Олар үйлесінді механизм сияқты, жауынгерлік есеп сияқты жұмыс істеді. Таня бұйрық берді. Инга мен Айгүл балалармен су тасыды. Галия сиырларды құтқарды. Олар үйді қорғап қалды. От қоршаудан 1 метр жерде тоқтады. Ауданнан өрт сөндірушілер келгенде бәрі аяқталған еді. Өрт сөндіру қызметінің бастығы күйеден дарайған. Қажыған әйелдер мен балаларды көріп, каскасын шешті. Ей, батыр әйелдер, кереметсіңдер. Таня маңдайындағы күйені сүртті. Біз батыр емеспіз. Біз жай ғана өмір сүргіміз келді, деді. Осы оқиғадан кейін гаремнің беделі аспандап кетті.
Совхозда сыбырлау тоқтап, оларды сыйлай бастады. Тәсимовтың әйелдері бұл күш, бұлармен жоғалмайсын. Тіпті қызғаншақтарда тілдерін тістеді. Бұл жезөкшелер үй емес, бұл қамал екенін, оны шабуылдаудың пайдасыз екенін түсінді. 69 жылы Ермек жаңа үй сала бастады. Бұрынғыдан да үлкен, кірпіштен салынған, 2 қабатты. Бұл бұрын естімеген жағдай еді. Даладағы жеке меншік 2 қабатты үй. Оның үстінен қайтадан арыз жазылды. Еңбекпен келмеген табысқа сарай салды жатыр. Осыдан кейін ұрлыққа қарсы күрес бөлімінің комиссиясы келді. Жүк құжаттарды, чектерді тексерді. Бәрі таза болды. Ермек кірпішті өз қаражатына сатып алған. Ал ол көп ақша табатын. Сонымен қатар ет, жүн, бал сататын. Олар өз күштерімен өздері салды. Ұлдары ер жетіп, мықты жігіттер болды. Олар кірпіш қалады, ертінді иледі. Үй көз алдында бой көтерді. Бұл нағыз нышан болды. Олардың осында мәңгі қалатынның, тамыр жайғанның нышаны. Үй дайын болғанда қоныс тойын жасады. Бүкіл совхозды шақырып, аулада дастархан жайды. Музыка ойнады. Ермек дастарханның басында отырды. Шашы ағарған, айбарлы. Қасында 4 әйелі, айналасында 19 баласы. Және немерелері, үлкен қыздары тұрмысқа шығып балалы болған. Бұл нағыз үлкен әулет еді. Патриарх және оның әулеті. Адамдар қарап тұрып, олардың алдында жай ғана отбасы емес, тарихи құбылыс тұрғанын түсінді. Бірақ тарих аяқталуға жақындады. 70-ші жылдар өздерімен бірге суықтық әкелді. Ауа райының емес, саяси суықтықты. Брежневтің тоқырауы, біріздендіру, өзгеше ойлайтындармен күрес. Тәсімовтер өздерінің бар болу фактісімен ақ өзгеше ойлайтындар еді. Олар коммунизм құрушының моральдық кодексінің шеңберіне сыймады. Олар тым еркін, тым тәуелсіз еді. Және жүйе оларды ығыстыра бастады. Бастапқыда ұсақ түйек, санаторийге жолдама беруді тоқтатты, орденмен марапаттауды кешіктірді. Ермек социалистік еңбек ері атағына ұсынылды, бірақ Мәскеуде құжаттарды қайтарды. Моральдық жағынан тұрақсыз. Содан кейін тексерулер басталды. Салық, өрт сөндіру, санэпидстанция. Әр ай сайын оларды айыппұлдармен, кінә тағулармен, бюрократиямен қысым қалды. Ермек төледі, түзетті, шыдады. Ол шеңбердің тарылып жатқанын түсінді. 72 жылы Петров кеткенде қорғаушы жоқ екені анық болды. Жаңа хатшы Нефедов жай ғана карьерист емес, ол фанатик еді. Ол Тәсімов сияқтылар социализм бойындағы қатерлі ісік. Оларды идеяның тазалығы үшін кесіп тастау керек деп шынымен сенді. Ол гаремді жою операциясына дайындала бастады. Компромат жинады, тыңшыларды тартты, қоғамдық пікірді дайындады. Аудандық газетте мақала шықты. Өткеннің көлеңкесі. Біздің ауданда көп әйел алушылық қалай өркендеп тұр? Аты аталмады, бірақ бәрі кім туралы екенін түсінді. Ермек мақаланы оқыды. Газетті умаждап пешке лақтырды. Басталды, деді ол Таняға. Дайындалыңдар, ұрыс болады. Таня бозарып кетті, бірақ басын изеді. Біз дайынбыз, біз берілмейміз. Олар дайындала бастады. Жасырын түрде Қаражардағы қыстаққа азық-түлік, ұн, тұз, патрондарды тасыды. Ермек жүк көліктерін жөндеді. Ұлдары атуды үйренді. Олар ерте ме, кеш пе олардың артынан келетмін. Және олар жауды қарумен қарсы алуы керек екенін түсінді. Міне, 73 жылдың қазан айы, бір күні келді. Жүйе соңғы соққыны беруді шешкен күн. Бірақ олар кіммен байланысқанын білмеді. Олар қылмыскермен жұмыс істеп тұрмыз деп ойлады. Ал олар өз отбасынан басқа ештеңесі жоқ әкемен, күйеумен, адаммен жұмыс істеді. Ал ондай адам отбасы үшін бәріне, тіпті бүкіл әлеммен соғысуға да қабілетті. 73 жылдың қазан айы. Брежневке жазылған хат детонатор сияқты әсер етті, бірақ бірден емес. Жүйе ауыр механизм. Бұйрық Мәскеуден Алматыға, одан Қостанайға жеткенше 2 апта өтті. Бұл 2 апта Қаражардағы Тәсімовтер үшін мәңгіліктей созылды. Олар хаттың жеткен-жетпегенін білмеді. Олар шабуылға дайындалды. Ермек күзетшілерді қойды. Үлкен ұлдары тау жыныстарында мылтықпен кезекшілік атқарды. Әйелдер молотов коктейльдерін, бөтелкелердегі бензинді дайындады. Олар өлуге дайын еді, бірақ берілмеуге. Дегенмен шабуыл болған жоқ. Тікұшақ келді. Сол генерал пакетпен. Ермек Брежневтің резолюциясын оқығанда көзіне сенбеді. Ол тасқа отырып жылады. Ақырын, дыбыссыз.
Желге тотыққан қара бетінен жас ағып ақ жолдар қалдырды. Біз жеңдік деп сыбырлады ол. Жеңдік. Әйелдер оны қоршап алды, құшақтады, жылады. Балалар не болғанын толық түсінбесе де, жалпы жеңілдеуді сезініп, қуаныштан секірді. Қайта оралу салтанатты болды. Оларға заттарын тасымалдау үшін жүк көліктерінің колоннасы бөлінді. Оларда милиция сүйемелдеді, бірақ енді конвой ретінде емес, күзет ретінде. Аудан орталығында оларды қаһармандар сияқты қарсы алды. Кеше ғана байлардың гаремі деп сыбырлаған сол халық енді қол соқты. Жарайсыңдар, басшылардың кепкасын теріс айналдырдыңдар, деп жатты. Нефедов ол кезде жоқ еді. Оны тыныш қана алып тастап, бір қараңғы түкпірге ауыстырған. Оларға Қостанайдың маңындағы үлкен бай совхоздан жаңа үй берді. Үй жақсы, кірпіштен салынған, бірақ бөтен еді. Онда жан жоқ еді. Өз олдармен салған қабырғалар жоқ, жусан мен түтіннің иісі жоқ еді. Бірақ олар үйренісіп кетті. Таня бақ салды, Инга тауық жөсірді. Айгүл бөлмелерді кілемдермен безендірді. Өмір жалғасты, бірақ ол басқаша болды. Тыныш, тоқ және бос. Қызығушылық кетті. Аман қалу қажеттілігі жоғалды. Оларды біріктірген сыртқы жау жоғалды. Және гарем ыдырай бастады. Ақырын бейбіт, жанжалсыз. Балалар өсті. Брежневтің жарлығы оларға барлық есіктерді ашты. Андрей МГУ-ге түсті. Ганс Германияға кетті. Этникалық немістерге көшуге рұқсат берілді. Галяның ұлы Иван әскери қызметкер болды. Айгүлдің қызы Сәуле партия шенеунігіне тұрмысқа шықты. Шаңырақ босады. Үлкен үйде тек қарт адамдар ғана қалды. Ермек қатты әлсіреді. Инга қайтып келгеннен кейін 2 жылдан соң туберкулезден қайтыс болды. Осыдан кейін ол өмірге деген қызығушылығын жоғалтты. Ол күні бойы тербелмелі орындықта отырып, теледидар қарап, үнсіз отыратын. Таня оған соңына дейін адал болып күтім жасады. Ол оған газет оқып тамақтандырды, жуындырды. Ол оның мейірбикесі, күтушісі, әлеммен соңғы байланысы болды. Айгүл де қасында болды. Бірақ ол жазда келетін немерелермен көбірек айналысты. 78 жылы ақпанда Ермек қайтыс болды. Тыныш ұйықтап жатып тұрмады. Жүрегі тоқтады. Таня оны таңертеңгірақ білді. Ол жүзінде күлкімен жатты. Жанындағы тумбочкада 58 жылғы фотосурет тұрды. Тың аудару шатыр. Және олар жас, сұлу, үмітке толы. Таня жылаған жоқ. Ол оның көздерін жұмды. Маңдайынан сүйіп. Ұйықта жаным, сен тыныштыққа лайықсың. Сен қолынан келгеннің бәрін, тіпті одан да көбін істедің, деді. Жаназасына адам көп жиналды. Барлық балалары, барлық 19 бала келді. Немерелері, достары, пікірлестері, тіпті бұрынғы жаулар да кешірім сұрауға келді. Табытты бүкіл ауыл арқылы қолмен көтеріп алып өтті. Оркестр ойнады, сөз сөйледі. Оны аңыз адам, еңбек ері деп атады. Ешкім гарем туралы еске алған жоқ. Бұл сөз өткен шақта қалды. Тек үлкен күшті отбасы туралы естелік қана қалды. Ермектің өлімнен кейін Таня тағы 10 жыл өмір сүрді. Ол ұлының қасына Ленинградқа кетті. Жастық шағының қаласына оралды. Музейлерді, театрларды аралады. Бірақ оның көздерінде сағыныш болды. Даланы, жусанның иісін, Ермектің шойындай қолдарын сағынды. Ол менің Целиннам атты мемуар жазды. Қолжазба үстелде қалды. Ол көпшілікке жарияланған хан қаламады. Бұл оның жеке тарихы, оның құпиясы еді. Айгүл ауылға, түп тамырына оралды. Ол құрметті апа болды. Немерелеріне 4 әйелі болған. Зұлым айдағарды билікті жеңген ұлы батыр Ермек туралы ертегілер айтып беретін. Оның әңгімелері тарихи эпосқа, аңызға айналды. Мұнда шындық пен қиял тығыз тоғысып, ажырату мүмкін емес болды. Бүгінде Тәсімовтердің ұрпақтары бүкіл әлемге таралған. Ресей, Қазақстан, Германия, Израиль, ақш-та бар. Олардың саны жүздеген. Олардың арасында ғалымдар, бизнесмендер, саясаткерлер, суретшілер бар. Олар әртүрлі. Бірақ олардың бәрінде бір ортақ белгі бар. Мінездері қайсар, нағыз далалық мінез. Олар 5 жылда бір Қостанайда жиналып, отбасылармен келеді. Бұл керемет көрініс. Күлкі, тостар, естеліктер. Олар өз шығу тегінен ұялмайды. Керісінше мақтанады. Міне, тарих аяқталғанда тыныштық әсіресе ауыр болып көрінеді. Ал көз алдында бәрібір сол фотосурет тұрады. 73 жыл.
баспалдақ. Ермек және 4 әйел қолында қарумен балаларын қорғап тұр. Өздерінің махаббатына, таңдауына, тағдырға деген құқығын қорғап тұр. Дәл сол себепті мен бұл істі жай ғана жауып ұмыта алмаймын. Өйткені ұмыту біз осындай адамдарға, батылдық танытқандарға жасауымыз мүмкін соңғы сатқындық. Қайыспаған, төтеп берген жандар. Олардың үлгісі бізге бүгін қажет. Біз оңай берілгенде, айыптаудан қорыққанда, махаббатты жайлыққа айырбастап жатқан сәтте.